Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін циститті үй жағдайында қалай емдеуге болатынын айтатын боламын. Цистит инфекциялық ауру. Тік ішектен түскен микроб несеп жолдарын зақымдайды да, әсерінен цистит пайда болады. Оны дер кезінде емдемесе, соңы ауыр жағдайға ұласады. Асқынған цистит кезінде кіші дәретке қан араласады да, бұл кезде міндетті түрде дәрігерге тексеріліп, қажетті ем-домды жасау керек. Ал енді ғана басталған циститті халықтық тәсілмен де емдеуге болады. Ағзаға еш зиянсыз әрі қолжетімді емделудің бірнеше нұсқауларын ұсынамын. Бірінші әдіс – аскөктің басы. Бір ас қасық аскөк ұрығын бір стакан қайнаған суға салып демдейсіз. 3 сағаттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, күніне 2 рет 100 мл-ден ішесіз. Аскөк қайнатпасы А, Б, С және Е дәруменімен фосфор, кальций, темір элементтеріне бай. Ол бойыңыздағы суықты шығарып, ауруды басады. Екінші әдіс – ақжелкен. Бір ас қасық ұсақтап туралған ақжелкен жапырағына бір ас қасықтан қырмызы гүл мен сүйел шөпті араластырыңыз. Емдік шөптерді бір стакан қайнаған суға салып 10 минуттай тұндырасыз. Белгіленген уақыттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1-3 стаканнан күніне 3 рет ішесіз. Емді тамақтанудан алдын жүргізу керек. Үшінші әдіс – түймедақ. 20 грамм түймедақты 20 грамм қайын бүршігін 15 грамм жалбызды араластырыңыз. Оны біраз қасығын 1 стакан қайнаған суға салып емдейсіз. Шамамен 2 сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, жарты стаканнан тәулігіне 4 рет ішесіз. Бұл тұнба әсіресе жүктілік кезінде пайда болған циститке керемет ем болады. Төртінші әдіс – итмұрын. 2 ас қасық итмұрын тамырын 1 стакан қайнаған суға саласыз. Ыдыстың қақпағын мықтап жауып, кастрөлдегі суға салыңыз. 20 минуттық буладан соң стаканды алып қойыңыз. Салқындаған кезде сүзіп алып, тамақтан алдын қабылдайсыз. Емді күніне 4 рет 10 мл-ден ішу керек. Итмұрын қайнатпасының несеп жолдарының қабынуын емдеп, ауырғанды басады, әрі иммунитетті көтереді. Достар, егерде бұл видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.